Қазір Құда қаласа санаулы минуттан кейін мынау еске алу асымызды құраммен бастаймыз. Оға шеуір енді өзіміздің дәстүрімізге, әдебімізге енген ол термеміз бар. Осы жерде Ералы бауырымыз кішкене сіздерге терме жолдайды. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Енді Құда қаласа ниет қабыл болсын, мұрат асыл болсын деп, сіздердің құрметтеріңізге Балқуаза деген атын өткен, сол кісінің бір нақылиқатынан айтып отырайын. Атамыз алыс болғанмен, жамиды қазақ бір туған, бір бәлегай жолыға кесемім таппай сөз қуған. Әуелі ұшқаның көкшілен, әуезі төмен аққудан, жақсының сөз аучылдайды, тілі тәттай бал судан. Жақсының сөз аучылдайды, тілі тәттай бал судан. Алысқа шапсам армын, тұлпардан туған мен будан. Шойынменен тек болмас, тұтқасы күміс жез құман. Басында іспет бермесе, ағармас күндай бет жуған. Жаманның сөз ауаш жүдір, адам ішпес зәрудан. Жаманның сөз ауаш жүдір, адам ішпес зәрудан. Көгала көлдің арқамыз, қар үстіндей от жанар. Баласы жаман туғанның әкесін түйесіндау ит қабар. Олда сенің бір парыз өтегенің, немересін ақшаштау анам көрсің. Өзіңдегі өлшемді жаялыстар, қарияға қарасаң аяныш бар. Намыстан да жүр алмай қалса олар, кезім келер сенің де қаяқ ұстар. Намыстан да жүр алмай қалса олар, кезім келер сенің де қаяқ ұстар. Ey kişiye jünsüldeymen aytıp akın, terbiyeli varlığın jönge şahır. Gözün açsan bulaktım kevser kevser, Kudaydan buluzumda görür bakım. Ardımda arka bir evim bolsay, karnımdasın kız öderim elim bolsay. Bulamazsan bakıtım kere gedek, sol ekemi kurbetten telin dalsay. Olmaydı boy urulanan tenge tamam, elimizge kede kavdimdi tamam. Esip bilir benle kez gelgende, kalmada izzayde bir şerge karam. Esip bilir benle kez gelgende, kalmada izzayde bir şerge karam. Biz nasıl bu filmi? Ne yapıyorsunuz? Bahsedebiliriz mi? Bunu bahsedelim. Өткен бағалап, әруақтарға құрмет көрсетіп, тағзым етіп, еске алып, Құран оқып жататын жайы бар. Соның бір бүгінгі белгісі, мінекей бәріңіз суретін көріп тұрсыздар. Оразбай Аязхан, Оразбайұлы Жәкеміз жүзге келіп жатыр. Ата-бабамызды еске алу имандылық пен ізгіліктің, шүкіршілік пен құрметтің белгісі деген қағида бар. Алла тағала ниет тілекті қабыл етсін. Ендеше еске алу асымызды үлкен қариялардың аумин деген батаспен бастауды жөн деп санаймыз. Осы жерде әулеттің көшбасшысы Атагөй қария, әуез қария аумин деп бата береді. Bismillahirrahmanirrahim. O yaratmış Allah'ın ruhlar kollasın. Ağamız Ayazhan Orazbayoğlu'nun bugün yüzüge bol resmin koylap oturmuş. Oğan arine sonşa bölümler jinalıvatkanlarına ötüp kalmıştım. O bu bölümler kulaklısı köbeye versin. Bana Osa oldum
мешітте көшіратын ауылдың ақсақалдары, балалары, келіншілері бәрі келіп отыр. Осында менің қасымда Майлан деген Жәке бата беріңіз. бізге ұсқан болады. Аумин. Сіздерге рахмет, осылай мешіт алып берген, соны атап айтқанмын. Айналайын Аязхан ұстағанның жатқан жері жайлы болсын, жаны жанаттан болсын. Артында қалған ұрпақтары бақытты болсын. Осында жиналған көпшіліктердің үйлерінде тек жақсылық болсын. Бала-шағаларың аман болсын. Бәріміз көбейе, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті көпшілік, жақсы кісіге екі кісілік орын бар дейді ата қазақ. Ортамызда бүгін қонақ болып келіп отырған, осы асқа арнайы келіп отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Түркістан облысының бас имамы Ержан Қажы Сматова ортамызда. Сол кісі промовиді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ربنا الكريم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر اللهم وارحم من دخل البيت المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Asırlar koyulik şeylerinde rahmında Rabbimizge kalip dualarımızı sizleri mahtava layık. Arda'lı Peygamberimiz Muhammed olan Allah'ın iyilik ve selamı olsun ya Rahman Kerim ya Rahman ya Rahim. Okulan özün kelamın Kur'an ayetlerine bulan savapta evveli başta Peygamberlerine, Peygamberimiz Serhoşetlerine, onun ehl-i beytine, başta La ilahe illallah Muhammed Resulullah dötken mumun Müslümanlarına, yerim dötken başta babalarımızla, kalbi vatana babamızla, Osman Fazlı babamızla, Təcrübə yolu Orazbayğa, təcrübə yolu Muğalbayğa, təcrübə yolu Mədixanğa, Serqazı qızı Gülsün, təcrübə qızı Künsuluğa, təcrübə kiyində Orazgülge, Orazbay yolu Ayaslanğa, Kekil qızı Qanşayınğa, Orazbay qızı Tudayınğa, Orazbay qızı Jırdayınğa, Tutay qızı Qaçan Pülge, Umalbay yolu
Turnalığa, және de Мәлхан қызы, Күлайымға, Әнисхан қызы Гүлге başlayıp Rabbana Karim hoş geldiniz. Barcha vaqtlar öz rahmetinge, mehriminge, keşirminge alıp başlamak nasip etip, kabirleri Kur'an nurundan dolandırıp Allah öz rahmetinge, mehriminge, keşirminge alıp, Peygamber şefaatini nasip etip Rabbana Karim vaqtlarını unutuşat, Mekke'nin cennet başlasına nasip etip, kabirleri Kur'an nurundan dolandırmayısın Rabbana Karim. O şirde eminde balakacağı başladılar Rabbim özün razı olup, bugün niyetbeyce sakat ihsan amalların kabiliyeti martılara savaptan casın. Allah'ın kalgalarını Allah'ın özü bereketinde amanını nasip edip, yerimiz zaman yurtumuza tanıştırıp, o şirde eminde balakacağı başlarımızda, және de her bir şaharatı Allah'ın özünün жақсылığında bereketinde nasip kılaysın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Amin. Allahu ekber. Рахмет Ержан ұстаз, Алла разы болсын. Мінеки құрметті көпшілік, қариялардың аумин деген батасыменен қасиетті Құран кәрімнің сүресімен еске алу асымызды ашып жатырмыз. Алла ниет тілекті қабыл етсін дейміз. Асбайұлы жәкеміз өмірден жалғыз өткен жоқ. Аллаға шүкір, артында алтын тұяқтары бар, ұлдары бар, қыздары бар. Әшірбай көкелеріміз бастаған ұрпақтары дастархан жайып, елдің басылуын қосылуынан бұрында болған жайы бар. Ендеше құрметті көпшілік, ары қарай ашылу салтанатын осы жерде үлкендерге іні болып жүрген, інілерге аға болып жүрген арысымыздың құрметті азаматы, Қазақстан теміржолының құрметті қызметкері, осы Төлеңгітер әулетінің президенті, мен ортаға Ізбасар көкені шақырамын. Ізбасар көке, келіңіз, өзіңізді бір-екі ауыз ниетіңізді тілегіңізді жолдаңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті жамағат, қадірлі ағайын, жекжат, осы бүгінгі мынау бабаларымызға тағзым жасап, сол Құран ішінде болып отырған алыстан, жақыннан келген ағайындарға, жекжаттарға, мына келген қадамдарыңызға Алланың нұры жауған болсын. Әрине, өмір болғасын, өлім болады, үлкен кетіп, жастар өседі. Дегенде, әр іс ретімен болса, жақсы ойға. Мына бізге жаңа арнайы айтып отырмыз, осында деп жатырмыз, 13-ші ғасырда қолбасшы болған, төмен басы болған, төмен басы деген десек, 10 мың әскердің басшысы болған, Баһадүр генерал. Енді ол діни өте бір сауаттысы болған, ол кісіні өзінің өсиетіне қарай осы Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің айналасына жерлеген тұлғалардың тізіміне кірді. Оны да осы өткен жылы Қасы ағамыз бар кезде, осы Ержан Қажының бар, Мұрат досым бар, көп әрекет жасап оны да істеді. Ал енді Осман Қажы атамызды білесіздер, осы оңтүстікке белгілі мынау былайша айтқанда ислам дінінің ағартушысы. Талай шәкірттерді мына Сарыкөлде медреседе тәрбиелеп, 100-ге жуық шәкірт тәрбиелеген кісі. Сол сіздердің ұрпақтары біздерміз. Енді сол бабаларымызға арнайы Құран бағыштайық 95 жылдан бері жатырмыз осындай. Биылғы жылда 3 жыл болды осы Оразбай Аязхан көкеміздің ұлдары Әшірбай бастаған Ахмет, Анарбай осылар биылғы жылда біздің әулет берейік деді. Ол енді дұрыс деді. Енді бұл өзі Аязхан көкемнің өзі бір кекті әулет. Енді нағыз адамгершілік қасиеті бар. Алладан сұрайды өмір бойы. Ол айтатын себебі 70 жылы 30 теңгеге лотерея алып, болды 21 балан 30 теңгеге. Оны тарихта қалды ол енді. Өмірінің соңғы күніне дейін осында мектептің басшысы болды. Бұл қыздарын өте тәрбиеледі. Тек жақсы жағынан тәрбиеледі. Әрине соның жемісі ата-ананың тәрбиесімен осында Әшірбай бастаған осы қыздары осындай іс-шара жасады. Әшірге мына ниеттеріңіз қабыл болсын. Осында келіп отырған көпшілік
қауым сіздермен біздер тек жақсы күнде кездесейік. Бүгінгі ниетіңіз қабыл болсын, мұратыңыз асыл болсын. Мына сіздермен біздердің сыйластығымыз арта берсін. Тек жақсы күндерде бір-бірімізге қызмет жасап, осындай іс-шараларды жиі өткізейік. Өйткені ата-бабалардың рухына тағзым жасау, ол кейінгі ұрпақтың міндеті. Мынау ниет қабыл болсын. Рахмет деген сіздерге. Өнеге алатын бір жақсы іс-шара басталып жатыр, құрметті көршілер. Шалағын айтады. Жаңа сіздер 5-6 минут сәл қалдыңыздар. Әрине, осында мына біздің кеше ғана 6 мемлекеттің басшысы келген Түркістанда, білесіздер, Түркістанның бүгінге жайнағанын, құлпырғанын көз көрді. Сол сіздермен бірге жүрген кісілер осында енді ең аяқ жағын бізде 12-те шығарып салды бұл кісілер. Осында мен айтып өтейін. Ізділеу Мұрат Қажы ағамыз, мына Түркістан облыстық ақсақалдар алқасы мен билер алқасының төрағасы. Оның қасында отырған Сұлтан, осы кісінің орынбасары. Түркістан қалалық ақсақалдар алқасының төрағасы Болат бауырым. Осында мінекей біздің Түркістан облысының бас имамы, менің інім Ержан Қажы Төлеп. Арнайы. Одан бері ғана енді телевизорде, кітапта көріп жүрген, бүгін енді біреу айтқан екен, көзбе-көз көріп отырмай керек, тірдей көріп отырмай деп айтқан екен. Мінекей, ақ деген, елгезек деген біздің кәдімгі Алаштың азаматы, менің бауырым, менің інім Шұбартаулық Алматыда тұрады. Бұл кісі тарихшы, тарихты бітірген, өзі ақын, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының бірінші орынбасары болып, қазір өзі жеке тарихпен айналысып жатыр. Одан төрде отырған бектеміз Мұсаханов деген азамат Алматы өңірінде бұл кісі осы ағайындарға, төлептерге көп қызмет жасап жатыр. Шежіре жазып жатыр, бірақ шежіре сәлем бітпей жатыр. Осында кісілер енді. Мына жақта кісілермен жаңа алдында көрдіңіздер, осында осы үлкен кісілерге қызмет жасаймыздар. Менің інім Әбекең, қаланың бас имамы, осы кісілерге Әшекең бәріміз осы келген имамдарға қызмет жасаймыз деп отыр. Жалпы осындай кейін келген кісілер кім деп қалмаңыздар, жалпы таныстырып жатқаным. Жақсы рахмет сіздерге. Енді құрметті көпшілік, Оразбай Қайырсқан Оразбайұлы Жәкеңіздің құрметіне шығарылған осы жерде кішкене толғау бар, терме бар. Әрине, орындаушы қаламыздағы мәдениет үйінің маманы. Қонақ жайлы қалып едім қашаннан, бойұсынған ата дәстүр салтына. Қуанып еркеліп отыр шарқыра, ұстаздықпен берік болған антына. Тағзым етер талай шәкірт бұл күнде, аясқандай атамыздың даңқына. Тағзым етер талай шәкірт бұл күнде, аясқандай атамыздың даңқына. Жол бастаушы ізбасардай ағам бар, қолдаушысы жақсы жайсан бағамдар. 100 жылдығын атап өтер ел бүгін, ұстаздығын еске алып адамдар. 100 жылдығын атап өтер ел бүгін, ұстаздығын еске алып адамдар. Ай сан ғасырлы тарихың бар өшпейтін, біздің қазақ ат үстінен түспейтін. Төлеңгіде қалпе батыр қол бастап, сескенбеген жауға қарсы күштейтін. Төлеңгіде қалпе батыр қол бастап, сескенбеген жауға қарсы күштейтін. Ай батыр болу тектіліктің тегінде, ұрпақтары ұлықтайды бүгінде. Отырарда қос төбеге тас қойып, арқалаған елдің үміт жүгінде. Отырарда қос төбеге тас қойып, арқалаған елдің үміт жүгінде. Ай ту көтерген қалпе батыр Төлеңгіт,
арнап жатыр елім саған өлең қор. Шежіресі сан ұрпаққа сыр жетер, сый болар жақсылығын елден көт. Шежіресі сан ұрпаққа сыр жетер, сый болар жақсылығын елден көт. Ай жиылдық біз Оспан Қажы мешітке, жақсылыққа келсең егер кешікпе. Оспан Қажы имандылық айнасы, талай адам бөлен көп ой несіпке. Оспан Қажы имандылық айнасы, талай адам бөленген ой несіпке. Ай желбіресін көк бөрінің байрағы, хан Абылай Алдаспанның айрағы. Төлеңгіттер батыр ұру арасында қанкелемен тоғыстырған айбары. Төлеңгіттер батыр ұру арасында қанкелемен тоғыстырған айбары. Ай қайда жүрсек аспан ашық жол болсын, жиған асты қамбамызда мол болсын. Өсіп өнсін ұрпағымыз әрқашан, бір жұмылған бір жұдырық қол болсын. Өсіп өнсін ұрпағымыз әрқашан, бір жұмылған бір жұдырық қол болсын. Ау ағайын, басқан қадам оң болсын, қазағымның шаңырағына құт қонсын. Елімізге қауіп қатер келмесін, жаратқаннан тілейтінім сол болсын. Елімізге қауіп қатер төнбесін, жаратқаннан тілейтінім сол болсын. Бұл төлеңгіттер әулетіне арнауды орындаушы Ералының өзі жазған сөз. Алла разы болсын дейміз. Жақсының хаты, ғалымның хаты, жақсының аты өшпейді деген осы болса керек. Бәрекелді, 9 жолдың торабы, Азия қақпасы, Арыс шаһарында, Ақтала елді мекенінде ислам дінінің атақты ағартушысы имам Оспан Қажы Бегалұлы мешітінде бас қосып отырмыз, құрметті көпшілік. Алланың жердегі үйінде. Енді құрметті көпшілік, бұл Оразбай Аясхан Оразбайұлы Жәкеміздің өмір деректеріне келсек, бұл кісінің өмір деректері қабат-қабат, 7 қабат аспанмен таласбарлы тізік болады. 1926 жылы дүние есігін ашып, өмірге келген жанның бірі, мінеки қазір 100 жасқа келіп жатыр. 1943 жылы Еңбекші ауылында, Еңбекші бастауыш мектебінде Әбдіраманов Әшім ағайдан бастауыш білім алып, Арыс қаласында Киров атындағы орта мектепте білімін жалғастырады. Ол өзіне алғаш рет қалам ұстатқан, әріп танытқан Әбдіраманов Әшім ағайын қатты қызыға қарайтын. Оның бала қиялында тек осы кісіге ұқсаған мұғалім болып, болашақты шәкірттер тәрбиелесе деген арманы болатын. Сол арман орындалып, 1949 жылы, 51 жылы Шымкенттегі 2 жылдық педагог институт бітірді. 1951 жылы алғашқы ұстаздық еңбек жолын Қаратас ауданына қарасты Жамбыл орта мектебінде қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалім болып бастады. 1951 жылы бастап балалардың арасында жан қалаған мамандығымен 46 жыл ұстаздық еңбек етті. Аясхан Оразбай өз білімін жетілдіру мақсатында 1953-59 жылдар Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы мемлекеттік педагог институтын қазақ тілі және әдебиет мамандығын бітірген болатын. Қаласында қызмет еткен 46 жылдық 36 жылға, яғни 61-97 жылдар арасында еңбекші шағын жинақты бастауыш мектебінің мектеп меңгерушісі қызметін атқарды. 1997 жылы зейнеткерлікке шықты. Шынында да бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс істеу, мол тәжірибені асқан төзімділікпен сүйіспеншілікті қажет етеді. Осы ұстаздық еңбек жолындағы жетістіктерін айғақтайтын қаншама марапаттары, мадақтамалары бар. 1970 жылы за доблестный труд
марапатталған. 1985 жылы Қазақ СССР оқу министрлігі құрмет грамотасымен, 1990 жылы награжден медалью ветеран труда. 2003 жылы Қазақстан білім беру ісінің құрметті белгісі. 2004 жылы Ұлы Отан соғыста жеңіске 60 жыл мерекелік медальменен. Ұстаз еткен жалықпас үйретуден балаға. Құдай қосқан жары кемел қызы Қаншайым анамызбен отбасын құрып, шаңыраққа 6 перзент әкелген отбасы, құрметті көпшілік. Қазіргі таңда осы 6 перзенттен 27 немере, 75 шөбере өсіп жатыр. Тағы да айтатын болсақ, адам мәңгі жасамайды, адам ұрпағымен жасайды деген осы. Жақсының жақсыны айтып орындасыз дейді. Алланың берген 6 перзенті. Енді бір перзент бақилық болған, Аллаға шүкір 3 ұл 2 қыз. Осы кісілер мұрындық болып, бүгін дастархан жайып, көпшіліктің басын қосып, батасын алсақ деген ниеттері бар екен. Үлкен ұлы Әшірбай көкеміз. Әшірбай көке бір бойыңыз көрсетіп қойыңыз көпшілікке. Мінекей, жеңгеміз Зибагүл. Бір ұлы Ахмет аға, бір орныңызда тұрып қойыңыз. Сәрсекүл жеңгемізбен. Анарбай Қарашаңырақтың түтін түсіп отқан ағамыз, бауырымыз Жұбайыр Назирамен Аллаға шүкір дейміз. Және де осы жәкеміздің бір қызы Мейіз әпкеміз, Рахим әпкелеріміз. Орындарыңызды тұрып қойыңыздар кәне. Бәрекелді, неге құлақласа. Ал енді өмірден өтіп кеткен Қызылгүл әпке, Алла рахмын алсын, ол кісінің өрбіген жиеттері бар. Гүлжан, Маржан есімді. Олар да үлесін қосқандар. Орындарыңызды бір тұрып қойыңыздар. Гүлжан, Маржандар. Бәрекелді, мінекей. Нағашылардың ауылынан асырып келіп отыратын жандардың бірі ғой. Мінекей, адам мәңгі жасамайды, адам ұрпағымен жасайды демекші. Осындай перзенттер атқарылған, Аллаға шүкір. Мінекей, шалақын айтады, өлімнен тұтылмайсың қашандағы, әкеңнен арыстандай асқандағы, Алладан шыныменен жарылып келсе, жұлдыз да жерге түсер аспандағы дейді. Құрметті көпшілік. Сол сияқты адам мәңгі жасамайды, адам ұрпағымен жасайды. Артында алтын тұяқтары бар, сіздерде елі бар, сіздерде жері бар. Еске алатын ағайын бауырлар бар. Аллаға шүкір дейміз. Мінекей құрметті көпшілік. Бүгінгі асымыз осы марқұмдардың жақсылығын айтып, осы жерде кішкене уағыз насихаттар болады, сөйлейтін кісілер болады, сонымен өткіземіз құрметті көпшілік. Осы жерде ақсақал қайралымызды байландар я, бас келеді, аумин деп ата береміз. Аумин. Yazgan bağırma kökümü kavun olacaklar denize çıkarıyor ki cennetten bütün. Mikrofon camda Bana şarkılarda kızlarına uzak olduğunu görüp bana tanıda üstelik üstüne kabul kılıp vatanlarında antımlar birlik görevli olun diye hatadan kayıp etkili Allah'ım. Rahmet. Atalısız, batalısız. Astanbul'da kendi konuğunuzda ретігі батса кісілерге шапан жауып, шаттық көрсетіп, орамал жауып, шығарып салатын жайы бар. Енді осы жерде мынау шапан жабу, сый-сипат көрсету рәсіміне уақыт беріп қояйық. Жақсылар
бүгінгі іс-шараға жиналып отырған. Осында мынау Аязхан көкемнің ұл-қыздарын осы келген меймандарға, оның ішінде әрине ел қариясымен, жер қариясымен көріп дейді ғой. Сол осындағы абыз ақсақалдарымызға арнайы сый-сияпат бар. Осында Анарбай, бірінші Әуез көкеме, одан кейін Өмірбек көкеме, мұны біздің үлкен ақсақалымыз Майдан ақсақалға, одан бері қарап, осында үлкен сол Майдан ағамның досы, құрдасы, Қадел көкеміз қожалардың басынасына келіп отырған. Енді, одан бері қарап, осында мен Абдулла деген досым, Қоңыраттардың ішінде Құлшаш деген ру бар, сол оңтүстіктегі Құлшаштардың румасы. Былайша айтқанда президенті, арнайы. Одан кейін осында біргей Мұрат көбеге. Қажы Сматов біргей. Осында біздің оңтүстікке келіп жүр дегенде осы Арыс қаласына еш уақытта бір жолы түспеген. Осында менің Ақберен інім келіп отыр. Жаңа айттық қой, таныстырдық қой. Қалай мынау ең бір жақсы рухани адамның оятатын Ақберен ініміне, мінеке Ақош. Одан бері осында жаңа айтып жатырмыз, мектеп істеген інім бар, родной. Бұрында келген, бұрында бір екі шапан әкелген, үшінші сыласы сіңеді. Енді осында ал анау мен қалып кеттім демеңіздер, кейін жеке береміз, бәрін бере берсек, мына жақта кісілер қаламын. Тағы кім келді қазір? Одан кейін Берік, қайдасың? Мына біздің Берік інім, осында біздің түгел қажы бар. Осы менің қасымда, осы дін жағына тікелей жауап беретін менің бірінші көмекшім. Түгел қажыға осында бір Берік, Біріккен Араб Эмиратынан арнайы алғыздырды. Бұл енді арабтармен жұмыс істейді ғой. Одан кейін құрметті көпшілік. Бұны әрине үлкендерге сыйлаған жақсы, үлкендерді сыйлаған жақсы, бірақ бұна кейінгі ұрпақта жалғасы деген болады. Осында жастарды тартып атырмыз, сол оны тартсақ, ондан соң екі уақыт келеді ғой бізге, былайша айтқанда. Осында мен қай уақытта да бір 24 сағат хабарласқанда барлық мүмкіншілігін жасап жататын мына Қараспаннан арнайы келген Ермахан ұлы Сағыныш деген менің балам бар. Сағыныш қайдасың? Кел. Бұл енді жастарды ынталандыру жөнінде. Арыстан кім бар бүгін?
Кім бар арыстан үлкен? Осында мына біздің имамымыз әбекем осы жерде бір асхана салса деген 15 жыл бұрын 100 мың теңге берген. Ол бүгінге есептегенде 1,5 миллион ақша. Соңы басталып кетті, оның аяғының киіп бітті. Бітіргенде де, бәрінде де осында сол Иманбек көкенің немересі Абзал деген балам бар менің. Сол кісі осының ішінде, сыртында сол бала бітіріп берді. Жас бала, 30 жасар бала соны бітіріп берді бәрін. Осында. Енді әкесі тұрғанда баласына жабуға болмайды. Осында Тұрсынәлі деген Иманбек көкенің баласы бар, Тұрсынәліге арнайы. Енді құрметті жамағат, енді осында осы Әшекеңнің, Ахметтің, жаңағы Анарбайдың жекжаттары бар. Туған құдалары, құдағилары. Сол кісілерге сый-сияпаты бар. Құрметті жамағат, мынау біздің жаңағы әкеміздің жүзінде нағашылар Кеңес, Байсейіт, Жердің Үйсапқан, Сейітла, Ермек. Біз үшін түскен майдан ортасына алаңсыз сауық сайран салып жүрміз. Біз бүгін аясқандай әкелердің арқасында. Бұл күнде мен де өзінің арнасымын. Кім мөлдір болса соның жолдасымын. Қуан сен, қуана бер әкетайым. Мен сенің өміріңнің жалғасымын демекші. Осындай ұлы тұлғалардың алтын тұяқтары, жалғастары бар. Сіздер сөйлеп кетсін деп жатыр. Осы әулетіміздің апасы, көшбасшы Ақжаулық анамыздың бірі Жұмакүл апа ортамызда екен. Жұмакүл апа қайда отыр? Шағаларымыз аман болсын. Әрқайсымыз осы жылда атамыздың осы аруағына арнап, осы мешітте Құран оқытып жатамыз, осындай бас қосып. Сол міне тағы да биыл бас қосып жатырмыз. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Ең бірінші айтатыным осындай елге келін болып келгеніме, осындай Төлеңгіттің үлкен ер азаматымен бас қосқаныма, содан өсіп өніп отқаныма, ұрпақтарымның тарап жатқанына мыңда бір қатар шүкір. Төлеңгітке тигенімді мақтан етемін. Төлеңгітті қатындар ойланып жүрдір. Сондай, осындай ынтымағы мол, берекесі тасыған, бір-біріне құрметі мол, осындай елге келгеніме, елдің анасы болғаныма, елдің ұрпағын өсіргеніме Аллаға мың қатар шүкір тоба қылдым. Мына бағанадан бері көп сөздер айтып жатсыздар. Барлығы қабыл болсын. Қабыл болсын. Ниеттеріңіз асыл, мұраттарыңыз асыл. Мына беріп жатқан тамағымыз, оқытып жатқан Құранды сауаптарымыздың барлығы қабыл болсын деп айтамын. Бұл жерде маған рұқсат етсеңіздер, Елгезек деген бауырымыз кеп отыр екен. Мен сол кісінің еңбектерін көп оқушым, көріп бір қолын алуға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Апамның сөзін естіп білмеймін. Мен өзім разы болдым. Төлеңгітке тұрмысқа шыққаныма қуанам дейді. Қуанатын жағдай ма, қуанбайтын жағдай ма, құрметті көпшілік? Жерлеріміз осындай дәрежеге жетіп, еске алып жатқандарына мыңда бір рахмет. Енді жерлерімізді мақтаныстыру болсын, жақсылыққа жетуді нәсіп еткен болсын. Ниеттер қабыл болсын. Рахмет. Кішкене иманы, ғибратты тақырыбында өтіп жатыр ғой. Мешіттің жанында, керемет асханада Құран бағышталып жатыр, марқұмның жақсы жағы айтылып жатыр. Енді бұндай жиында уағыз насихаттың орны бөлек, құрметті көпшілік. Уағыз насихат естуіміз керек. Уағыз насихатты естіп қана қоймай, онымен сусындауымыз керек. Онымен өсіп өнуіміз керек. Бағана қасиетті Құран кәрімнің сүресімен жиынымызды ашып берген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы
Түркістан облысының бас имамы Ержан Қажы Сұматұлы ортамызда. Сол кісіге бір-екі уағыз насихатқа берсек. Allah'ın ismine başlayıp maqtav Allah'a tər, ardatlı payğambarımız Muhammed olan Allah'ın iyiligine selam olsun. Hürmetli yeriyatlar, hürmetli ağzına sağlarımız, tariyalarımız, aşağıtlarımız, barşalarımızın niyetimizde, vasıta amallarımızda Allah kabul etsin. Babalarımız Allah'ın rahmetine, yerimini, işini alsın, paygambar şafaatine nasip etsin. Bugünkü İyi şara barşası kabul olsun. Hakkın biri Kıdır, onun biri Veli deydi. Barşamızın duatliklerimiz Allah kabul etsin. Hürmetli yaşlar Peygamberimizin bir hadisinde Müslüman için жасаған duası kabul болады деген. Barşamızın duatliklerimiz Allah kabul etsin. Dövümüzü kabul etsin. Okuған Kur'anlar kabul olsun. Bugünkü әулеттің babalarını еске алып, Ayaslan Rozbayollar көпемізді еске алып, ол сегір өмірде болса 100 жасына келеді деген осылай жақсы ізгі ұрпақтың бабаларын еске алып жасап жатқан қайырлысы амалдарын Allah қабыл етсін. Әлбетте қажағаларымызда сол ел тарихында осы елдің қызметінде болған бабаларымыздың баршасын еске алып бүгініне Құран оқытып, баршамыздың басында осылай ат дастархан басына жиып отыр. Алла Тағала осы игі шараға себепкер болған жанында қасында жүрген барша азаматтарға разы болсын деп айтамыз. Hürmetli yaşlar, уақыт деген ол Алланікі, уақыт өтіп жатыр. Ғимараттың іші ыстық болып жатыр. Білеміз, көп уақыттарыңызды алмай. Міне hürmetli yaşlar, Құран оқу, осылай қайырлысын амал беру, ол перзенттік борышымыз ғой. Алла Тағала барша ниеттерімізді қабыл етсін. Алла Тағала ниетке қарай амал. Осы игі шара қаншама күндер бойы көтеріліп, осындай жақсы амалдар жасасақ деген, осындай игі істер істесек деген жұмыстар қолға алынды. Соның бұл нәтижесі, көрінісі бүгінгі жағдай. Алла Тағала баршамыздың дуа-тілектерімізді қабыл етіп, Алла сауапты жасын, құрметті жасlar. Міне осы алдымыздағы ай, алдымыздағы күндерде Осман Жүсіпұлы үлкен мерекелік күндер келе жатыр. Ораза айттан кейінгі 70 күннен кейін келетін Құрбан айт мерекесі жақындап қалды, құрметті жасlar. Алдымыздағы осы айдың 26-сы Арафа, 27-сі Құрбан айттың алғашқы күні деп жатырмыз. Үлкен қажыларымыз кеше алғашқы легі үлкен қажылыққа Меккеге сапарға шықты. Алла Тағала ол кісілердің сапарын оң болсын, Алла дұғаларын қабыл етсін. Алла сіздер біздерге де сондай үлкен сапарларға, үлкен қажылыққа баруды жазсын. Құрметті жасlar, айттан айтқа, Құрбан айттан Құрбан айтқа, төрт көзіміз түгел, аман есен жетейік. Әрбір шағын қаланың жақсылығы, берекеті болсын. Құрметті жасlar, міне осы мерекелік күндер, шалынатын құрбандық, дұғалар, оқылатын намаздар, баршасын Алла қабыл етіп, қарияларымызға Алла қуат беріп, пайғамбарымыздың бір хадисінде қариясы бар елдің, сәбиі бар елдің қазынасы бітпейді деген. Міне бүгінгі иншалла осы қарияларымыз, бүтін ағаларымыз, ажалықты аналарымыз баршасы аман болсын. Алла қуат берсін. Елдің тілеуін тілейтін, елдің амандығын тілейтін ол өздеріңіз. Міне Алланың берген нығметіне біз шүкіршілік етейік. Күннің атып, күннің батқан әрбір сәті ол сіздің бізге берілген Алланың бір мүмкіндігі. Міне осы мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, Аллаға шүкір деп, мінәжат қылып, ғалымдарымыз айтқандай шүкіршіліктің ең абзалы ол намаз деген екен. Міне маңдайымыз сәждеге деген, Алла деген, ар болмас деген бабаларымыз жырлап өткендей, Шәкәрім бабамыз айтқандай, иманым ол менің жеманым деп, әрбір жеман дүниеміз сол иманымыздың жемісіне айналып, құрметті жасlar, дүние ақиретіміз абат, дүние ақиретіміз қайырлы болсын деп амал жасайық. Міне қысқаны жаз ойла дейді, не ексең соны орасың дейді құрметті дала халқымыз, құрметті жамағат. Міне сол үшін де тірлігімізде, тіршілігімізде бабаларды еске алып Құран оқып жатырмыз, ол дұрыс. Әйткенде де өзіміздің осы тіршілікте Алла деп, Аллаға шүкіршілік етіп, ола соғықты дұрыспен бұрысты ажыратып, ақпен қараны ажыратып, Аллаға жақындап, Аллаға қайырылсақ, иншалла Алладан сұрасақ, міне сол сұраған алақандарымызды Алла бос қайтармайтындығы ол ақиқат. Алла дуа-тілектерімізді қабыл етсін, Алла сауаптан жазсын. Шүкіршіліктің абзалы намаз болса, сол намаз оқып, намаз пенденің Аллаға ең жақын халі деп айтқан хадис бар.
міне Аллаға ең жақын болған шырайлы құлдардан пайғамбар үмбетінен болайық. Алла жасын баршамызға рахмет. Рахмет сізге, Ержан Қажы ұстаз. Алқасының төрағасы Мұрат көкеміз ортамызда. Мұрат Қажы көкеміз бір-екі ауыз ниет тілегін білдірсе. Мынау өміргеніміз жақсы жиын болатын деп есептеймін. Өйткені қазақта мынандай бір жақсы сөз бар. Айында көрмесе ағайын жат, шынында көрмесе жекжат деген бір жақсы сөз бар. Бұл біздің шариғатымызда да келтіреді. Азан айтқаннан кейін бәріміз бесікке ағылайық деген сөз бар. Бұның астарында осы ағайын өткендерін еске алып, әруақты еске алып, Құран бағыштап, жақсы сөздерін айтып, жастарға өнеге көрсетіп жататын болса, бұл ауызбіршіліктің ең үлкен бір жақсы осы өнегесі деп есептейміз. Сондықтан бүгін мына өздеріңіз айтқысы болған үлкен аста Оразбек Әзхан көкеміздің 100-ге толғанын атап өтіп, ол кісінің өмір жолын айтып отырсыздар. Ол кісінің өмір жолы әрине кейінгі жастарға өнеге. Сондықтан осы отырыстың өзінде де жатқан өнеге. Біздер бірге болуымыз керек, бір болуымыз керек, ынтымақта болуымыз керек, ағайын тату болу керек деген сөздің бәрі осы бүгінгі отырыста сыйылады. Сондықтан ағайындар, әр уақытта тату болайық, бірге болайық, жақсымызды жариялайық, амандығымызды білдірейік, балдарға өнеге көрсетіп, осындай жиындарымыз көп болсын ағайын. Сондықтан бәріміз аман есен болып, осы әдемі үрдісті бәрімізде қолдап жалғастырып отырғанымыз жөн. Сондықтан аман есен болып, осы сіздердің жасап отырған ниеттеріңіз қабыл болсын. Әруақтарға осы ішкен деген дәмнің сауабы тие берсін, Құранның сауабын тиісін, бәрімізде аманшылықта осы ел болып жүрейік. Ардақты ағайын, құрметті қауым, қазақта айтасың ол. Өзі риза болмай тірі қоймайды. Бар уақытта сол аталарымыздың ризалық мақсаттарынан бөлінеміз. Сондықтан елде, өмірде барған қазағымыздың ең жалғаны Onun için Boranbay Aysan Boranbay ağamızın kullarının öğreti anlayışında sarınday Gidiyorken Boranbay bol başlı günün bası olan Kafebata eski alıp Kaldı Okman babamın eski alıp Niyakesi Ayaskan ağamızı eski alıp asker oturma Ayetimiz gerek olsun öğretken Bugün aslarımızda yelkenimiz ala kalmışsın. Bıraklarım asılmışsın. Geçtim bir niyeti yok olanlar aslasından as vermeydi. Gel yinamaydı. Atana деген, babana деген үлкен құрмет бұл кісілеріне ас беріп, құран оқыту кейінгі ұрпақтың міндеті бұны орындап жатыр, жағдай бар дейді. Сондықтан міне біздің қыздардан әр досын, әр жолдасын бұл жағдайдың түрмелерінің төрағасы бұл істен оңай міндет емес. Бұл бір жаңағы ақ емес, айтылатын дұрыс емес, күнкөмдегі мәселенің күнкөмдегі елдің, әулеттің, сол ұрпақтың үлкен аманаты, жүлдесі қабілетсіз. Сондай аманатты жүзтарына білген, жүзтар досымызға үлкен күнде бір рахмет. Мінекей бұл айналасында жақсы азаматтар көрінген, ол көлемде Қазақстанда еңбексін жүрген, әр салада қызмет жүргендердің бәрі жиналып, өз аталары үшін тойларының қастерлеп үлкен өзінен бар. Бізде де осындай айтамыз. Бізде мына қоңыраттың ішінде жүрген жада қоңыраттыңдар, қоңыраттыңдар бәрінде соны шағат тоқтандар бар кейінен. Жыл сайын осылай бізде ата-бабалардың барлығы ас беріп, ағайын-туыстар жинап,
Tasarma şahır, bir ilgili istek'e жұмылдырып, iyi жастарға, iyi ұрпаққа білегі болатындай істерді соларға келіп отырамыз. Сол істі көпіріп, ақыл егіне кейінде, достарымыз кейінде өте жақсы бірлікте іс-шара болып отыр. Сонда осы бүгінгі тұрған кеткен бәріне айтатын дегенім, алла бүгін еңбегімізді қазылып, мұраттарды асылсын, өнеркендіктердің бәрінің атауларымыздарды жатқан жерге жайлы болып, имандарымыз зерек болып, сол сіздің істеген істерін, жасаған жұмыстарын игі болашаққа жөндеу жолды істерін кейінгі ұрпаққа қарай жалғастыратынына ешқандай күмәнім жоқ. Мінеки бүгінгі жасқа келіп жатқан көптеген ақсақалдарымызды елдің ақсақалдарының елдің ұрпағына бірлігіне қызмет етіп жүрген ақсақалдар көрдім. Мынау осындай күн арасында елді деген облысымыз имам келіп отыр. Осының өзі келіп отыр. Құрмет деген үлкен ниет деп білеміз. Ауданымыз имам келіп отыр деген осының өзі көп нәрсені аңғартады. Елдің бірлігін, елдің бағын сонда көп құрметпен бұндары көп құрметін алады. Бірлік бар жерде, ынтымақ бар жерде барлық уақытта болады дейді. Мен өзім бір өзім жағынан Қазақстанды бұрын кімді мемлекеттерін ойлайтын. Дүние жүзінде бұнда Қазақстанның қандай екенін, қазақ халқының қандай екенін, оны бұрын айтатын. Соғыстан кейін мынау Кавказдан бізге қарай жер аударылған, ұшырған сондай ұлттар айтатын. Оның ішінде мынау шешендер, ұйғыршылар, қарашайлар, солар айтатын. Қазақтан халық жоқ дейді. Сондай ақпейіл, көңілдардан, адал, досына да ағайыншылар адамдар ойлайтын. Дүние жүзі айналып отыр Қазақстанды. Осының өзі біздің президентіміздің де ішкі саясаты жақсы меңгергендігі, соның мамандық екендігін білдіріп жатқанын жариялаймын. Сондықтан кешегі болғаннан кейін түрік мемлекеттердің Түркістанға басып отырудың өзі көп нәрсені аңғарды. Біздің мемлекеттің тұрақтылығын, біздің мемлекеттің мықтылығын, біздің мемлекеттің экономикасының нығайып келе жатқанына, бірлігінің мықты екеніне, ынтымағын мағлұм дегеніне де соның бәрі бойында деп жатқан жағдайда. Жеті мемлекеттің президенттері кеше Түркістандағы іс-шаралар болды. Осының өзі бізге деген үлкен баға деп ойлаймын Қазақстанда. Бұның үшін Түркістандықтарға біздің мақтаныш етеміз. Сондықтан осындай іс-шараның бар уақытта көп болды жүрсін. Елдің қызмет істей елдің алғысқа бермей қолдар келгенше ел аман халқымыз болсын. Кешегідей ешқандай қауіп тудырмасын. Бейбіт болсын деп бар уақытта көріп отырсам деген. Россия мен Украинасы арасында қандай жағдай болсын. Имам уағыз насихат айтты ма, ол кісінің мойнынан түседі деген де естіген бізге артылады деген құрметті көпшілік. Алла тағала естігенімізге амал етуді нәсіп етсін. Енді Әшірбай көкем қаншама кісілердің есімдерін жазып берген мына жерге. Енді ары қарай сөйлемеңіз ренжімейтін шығар. Солай ма көпшілік? Енді уақытта кішкене таяп бара жатыр. Бірақ Ізбасар көкем ғана. Ізбасар көкем келіңіз. Әшірбай аға айтады. Ізбасар көкем өзі ағана сөйледі ғой, біз сөз таластырдық. Өзіңіз екі ауыз сөзбен қорытындылайсыз көпшілікке. Одан кейін Алламыздың бас имамы Әбдікерім ұстаз Құран оқиды. Одан кейін бұл кісі бағасын береді. Бір-екі ауыз сөзбен қорытындылайсыз енді. Құрметті жамағат, енді әрине уақыт өлшеулі дегенде біз сол ондан келіп өмірден басқа жеріміз емес, ол бет осылай болып жатыр. Осында мынау арнайы аттың басын бұрып келіп отқан Ақберен Елгезек менің бауырым келіп отыр. Бұл енді Түркістанда айына 2 мәрте болады, Шымкентте айына 3 мәрте болады. Қазақстанның бар өмірін аралаған азамат. Тарихшы, ақын, жазушы, киносы кеше болмаған Балабақша деген киноны сіздер бардыңыздар соған. Сол кісінің жазған осы өзінің өмірбаяны жөнінде. Енді керемет бір кітап шығарды кеше, өте керемет. Дағдай деген кітап шығарды. Оның енді жарнамасы бүкіл Қазақстан Ресейге кетіп қапты. Осы бір 5 жыл уақыт алайық, осысы жақсы бір
бізге деген ниетіміз десін. Одан кейін осы мына кітапты біз алдырдық арнайы. Осы кітаптың былайша айтқанда түсіндіреді, осы тұсауын осы жерде кесіп жіберейік. Біз осы арысқа келіп, осы Оспан Қажының мешітінде осы ағайындардың арасында деді. Ассалаумағалейкум, ардақты достар. Сараға келген мұқарыстың сіздер көрген мұқарыстың оқыған құрақтарды айтқан дұғалардың бәрі Алланың достар келіп сауын. Аязхан ағамыздың жаны жәннатта болсын. Алланың мағфиретіне жете берсін. Енді біз қазір Абай облысы деп аталатын Семей өңіріндегі Шұбартау деген елді мекен бар, сол жақтың төлемдіміз. Жаназар батыр тауынамыз. Біз енді бір естейтініміз арыста төлемдер бар. Өзі төлемдерде қай жерде болса да аз болады. Оны аз болатын себебі де бар. Өйткені енді қазір төлемдерді анау деп, мынау деп ешқандай әңгімелер айтылады ғой. Біз өзімізде бала кезімізден естіп көрсетіппіз, хандардың құлдары болғаннан кейін, ақ болғаннан кейін, тоқ болғаннан кейін деп. Негізі оның қазір тарихы бәрі анықталып жазылып жатыр. Енді бір құлаққа сізге айтайын. Құдай бұйырса, осы келесі жылдары болады. Төлемдер деген үлкен тарихи монография шығады. Шоқанбайды Жарылатындағы тарих институтында ресми түрде ғалымдардың мақұлдауы ғылыми кеңесі берді. Сол кезде жалпы осы қазіргі әрбір төлемдік маңайында айтып жүрген әңгіменің бәріне сенімшілікте қойылады. Енді кішкене қысқадан айтайын. Бұдан кейін сөз бере қойған сияқты ақын келгесін. Жалпы Совет үкіметі орнағаннан кейін қатты қуғындалған бір 3 топ болды. Ол төлемдер, қожалар және төлемдіктер. Неге десеңіздер, бұл негізі мемлекеттің тіркеуі болған осы 3 топ. Сондықтан олардың былайсықанда көзі құрды Совет үкіметіне қазақтың бұрыннан қалған дәстүрлі мемлекеттің діңгегін шайқау болады. Сондықтан төлемдіктерді құлдық көрсетті, төрелерді моңғол көрсетті, қожаларды жаңағы діннің атын жабылып елді қанайтын тағы топ көрсетті. Сындырында әрине олай емес, оған қазір көзіміз ашып жатыр. Төлем қожалар енді белгілі, төлемдер кім деген мәселе. Біз енді көп жағдайда мынау Алтайдағы телевидениеден таратқысы келеді. Одан кейін ол жақтағы телетайпалармен байланыстырғысы келеді. Негізі оған ешқандай қатысы жоқ, қазақтың төлемшілері. Тек төлемдер деген біз статусты солардың алғанбыз. Өйткені Шыңғысханның әскерінің бір құрамында сол Алтайдағы Сібірдегі телеңдер тайпалар болған рас. Сондықтан ол мемлекеттік бір ұғымға айналып кеткен дүние болғаннан кейін әртүрлі рулардан төлемдік болыс келгендерге төлем деген атау бере берген. Әлгі төлемдік деген ол төленің құлы болғаннан кейін, болмаса бір жақтан жауды келатқаннан кейін олардан алып келген тұтқындардан төлем жасағаннан кейін деген жай ғана сау адамның тісіне, миына кірмейтін дүние. Неге десеңіз, құл адамға ешқашан салықтан босатпайды. Құл адамға құн төлеуден босатпайды. Адам өндірісінде құн төлемейді, білесіздер ғой. Ал енді тұтқыннан алып келген жау адамды қасына қанын ұстайтын болса, ол бір әңгіді қан болу керек деп ойлайды. Сол себептен төлемдердің статусы төрелерден кейін келе жатқан статус. Неге өйткені таңбалында төрелер сенген адамға береді. Ес-түссіз хан енді құлға тұтқынға бермейтін шығар өзінің таңбасын. Жай ғана осы қисынға қарағанның өзінде төлемдердің қазақ қоғамдағы рөлі көрінеді. Енді бұл әңгіме өте көп, қысқа қайырып жатырмын. Қазір сол тарихты бәрі жан-жақта зерделеніп жатыр. Біз енді кеңес үкіметі болсын, осы тәуелсіз заманда болсын, өзіміздің ұшқан тегімізді білеміз және мақтанамыз, онда ешқандай шөгеттік жоқ, біз ұялатын тарих жоқ. Шын айтқанда, бірақ төлемдер өте аз әр жерде. Бұл көбінесе сол Сұлтан маңайында жиналған төлемдер әр аймақта.
бізде бұл сословие деп айтады ғой, орысша айтқан кезде мемлекет қызметшілердің тобы. Және жақында біз Ламахат деген кітап дайындап жатырмыз. Мен ұстазым Оразбай, Зәріпбай Оразбайұлы деген ұстазым бар, сол кісінің аударған Қожахмет Яссауидің тарихаты бойынша үлкен кітап бар. Орта ғасырлық ғұламалардың бәрі оқыған 69 беттік кітап. Соның ішінде мына ханның сұлтандарының бәрі, жаңағы ұл балалары болсын, қыз балалары болсын, ханның балаларының бәрі Яссауи тарихатынан өтпейтін болса, таққа мұрагерлікке үміті болмайды. Сонда бүкіл жаңағы тарихатты кім үйретті деген дүниеге келген кезде соның басында бәрі осы төлемдік аталықтар тұр. Яғни төлемді тек қана мемлекет басқарады, сонымен қатар руханияттың, яғни мемлекеттің идеологиясын, ішкі саясатын, сыртқы саясатын ұстанған, жасаған. Соның бәрі ол деректердің бәрінде бар, дипломатияға да барған, ішкі саясатында жүрген, яғни элитаны дайындаған, жаңа сұлтандар айтып жатыр, сол Ламахат кітабында жүздеген сұлтандар тәрбиелеген, мысалы үшін Зәңгі батыр Ташкентте жатқан Қожахмет Яссауидің 3-ші халифасы, Сүлеймен Бақыр Ғаниннің 2-ші халифасы. Біздің Шуардан төлемдер сол кісіні таратады. Мен бұрын түсінбейтін, Зәңгі баба деген бізде бір мифологиялық тұлға сияқты ғой, Сиыр атасы Зәңгі баба, Күйеу атасы Қойшы Қара дейді, Қойшы Қарамыз Байсал Қараби болып шығып деген сияқты кетеулер. Сонда негізгі біз неге Зәңгі бабадан таратады? Сол сұлтандар тәрбиелейтін, руханиятпен айналысқан тарихаттың адамдары болған. Яғни сопылар болған. Бұл енді апаларға қызық емес, ер адамдар естісе болды. Мына сіздердің төрт аталарыңыз бір Қалпе, Қалпе батыр дейді. Ол негізі өзінің аты болмау керек деп ойлаймын. Өйткені Қалпе деген ол халифа деген сөз, яғни ол ижазаты бар. Осында үлкен пір болған. Осының өзі көп нәрсені аңғартады. Енді бұл таратып айтса ұзақ әңгіме, мен енді ақырып келгеннен кейін алыстап бірауыз білгенін айтайын деп жатырмын сіздерге. Енді әзір алып келген жақында шыққан Қардай роман осы жылдың басында. Қазір енді Аллаға шүкір, Алланың рахымы түсіп, халық жақсы қабылдады. Соны Ізбасар ағамыз, Әжемен алып келген Ертеміс ағамда қолқа салып, енді елдің алдынан соғым естірсін, өзінің ағайының алдынан соғым естігеннен кейін ұялсанда әкеп тұр осында. Таппапа байсын күштеріңізге деп қойып. Жақсы, енді осыны ағаларым келсем, енді қуана кетеді. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мынау Ақберен бауырымыз оны сіздерге түсіндіріп отыр ғой. Ағайын, бұл кітап деген оңай тірлік емес. Біз Құранымызды да осы кітап арқылы білеміз. Өмірімізде осы кітап арқылы білеміз. Мына кейінгі кезде телефон шыққалы берғанда сәл-сәл алшақтап жүрміз ғой. Дегенмен қазір керемет жақсы әңгіме айтты. Мынау өздеріңізге әсіресе осы төлемдеріне аз ғана халқымыз деп отыр. Арнайы бір керемет әңгімелер айтты. Мен жанында тұрып әлек естіп, құлауын тосып тұрып. Бірақ сіздер сәл әңгімені көріп келем осыдан. Мына апалар тыңдай қойсайын, апалар тыңдау керек. Бүгінде қазір ер азаматтардан гөрі бір қыз азаматтарымыз елдің қызмет атқарып жүрген жағдайда. Сондықтан ағайын, мынау керемет кітапты әрқайсымыз іздеп жүріп тауып оқуымыз керек, әсіресе сіздер төлемді. Бұл ұлы бөлмеді емес, қазақ ұлыдан тұрады. Ұлы бөлмейді, бірақ осы сияқты Ақберен сияқты сіздердің. Сіз бойынша кітаптың тұсауын кесеміз онда. Мұрат көке, кәлге. Бисмилла. Бисмилла. Шеберді шебер дегенше алғаны шебер іздейші. Қар жауды қысылған, жұмыртқаны қысылған дейді. Мінекей. Ақберен Елгезек ауылымыздың туындысы. Аға, қол жасаударыңыз көбейе берсін, Құдай қаласа. Аман бола берсін. Енді Ізбасар көке. Қымбатты ағайындар, осынша адамды жинап, өткен ата-бабалардың құрметіне Құдай беріп отырған қабыл болсын.
niyetleri kabul, muratlarına asıl olsun. Allah yerimizge tiştir, Vatçağa sahibi versin. Kazakistanımız ösür güldürgönde ösür. Olsa baylarından ajıramasın. Bäriňizde dinleriniz sağ olsun, ömürleriniz uzak olsun. Ballarınız makılda devletli olsun. Kızı kıyağa, uduyağa odarıp, toylarınızı toyga olsun. Niyetleriniz kabul, muratlarınız asıl olsun. Olsa aytan jas dilek günleri Allah Teala'nın kulağına çaldı. Amin. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ержан Қажы бата береді. Бисмилlah. Әуелі башы ла иляха илlallah Muhammad Rasulullah өткен оның мұсылмандарға елім жерді өткен баша бабаларыңызға әмин Аллах'tan өрген башылығында мақым болғанда табы бар мұшаһаттеріне Аллах'ın осы өңірді жерлеген Қожахмет Сәуи бабамызға және Аллах'ın Арыстанбай бабаларымызға, бүткіл хан сұлтандарымызға, билетке батырларымызға, Кәпе батыр бабаларымызға, Осман қажы бабаларымызға, Тәжібай ұлы Оразбайға, Тәжібай ұлы Оңалбайға, Тәжібай ұлы Бәріханға, Серғазы қызы Күлсін, Тәжібай қызы Күсұлуға, Тәжібай келіні Оразкөлге, Оразбай ұлы Аязханға, Кекіл қызы Қаншайымға, Оразбай қызы Тұрдайымға, Оразбай қызы Жұрдайымға, Құлтай қызы Қаншайымға, Оңалбай ұлы Тұрдалыға, және де Бәріхан қызы Күлайымға, Аязхан қызы Көлге арнайы бағыштаймыз. Раббым ақындардың өз рахметіңе, мейіріміңе, кешіріміңе алып пайғамбар шафағатын нәсіп етіп, ақындар рухынша мекен жәннат бақшасын ол нәсіп етіп, қабілетін Құр'ан нұрымен нұрландырмай сиятына кәрим. Бүгінгі ислам амалдарын қабыл етіп, Аллахтың атында сауап жазып, болашақ үшін, ел үшін Аллахтың осы игі шараларын Аллахтың өнегелі, Аллахтың үлгілі болып нәсіп етіп, осы жерде әминді Аллахтан жаған баршаларымызға жар болып, отбасыларымызға береке беріп, екі үйіне жасығын нәсіп еткейсін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин. Аллаху акбар.